Техас жерін аралап жүріп, әр жерді қазақша атай бастадым. Бір қызығы жергілікті атаулар да бізге үндес болып шықты. Ақтасты бұлақ, елген еменді соқпақ, ит мұрынды бұлақ тағы сол сияқты. Ондай атауларды бала кезімізде Индеесте туралы кинолардан естіген едік. Солармен тарихи туыстығымыз жоқ па екен деген бұрын да бір жерде естіген ой келді. Геология ғылымы ерте заманда Азия мен Солтүстік Америка арасында Беринг жер көпірі болғанын дәлелдеген. Сол көпір адамдардың қоныс аударуына мүмкіндік берген. Мектептің тарих сабағында да осылай оқытатын көрінеді. Ал керек болса, Техас штатының атауы Каддо сөзімен тайша, Тежас дос немесе одақтас дегенді білдіреді. Каддо көлі, Каддо ауылы, Каддо Минс қаласы да солай аталған. Адайыс сөзі өзен бойындағы орын десе, Накадочес Каддо тілінде құрманың орны құрма жемісі дегенді білдіреді. Каддо шығыс және солтүстік шығыс Техастың жергілікті халқы. Команши мен Вишита көшпенді өмір салтын сақтаған. Олардан басқа Чероки, Делавер, Кикапу, Тонкаваны тайпалары мекендеген. Қазақ руларына ұқсастығы бар ма? Сіз қалай ойлайсыз?